Сөзге келген зобалаң. Не бір қиыл замандарды өткеріп, не бір өзендерді тасытып, не бір көлдерді суалтып, уақыт дөңгелегі шыр айнала дөңгелеп, кейбір сөздерді асқақтатып көтеріп, енді бір сөзді тұқыртып, келесі бір сөздерді келмеске жіберіп, әлде бір сөздердің мәні мен мағынасын, себебі мен салдарын өзгертіп, адам баласының өресіне дүрбелең салып, өзгерістер енгізіп, өмірге неше түрлі діни, саяси ағымдар әкелді. Енді осы жайлы ойды реттейін. Ұқ. Дін келді. Қазақтың қасиетті сөздеріне алғашқы соққыны жат жұрттық дін берді. Қазақтың көзімен көріп, қолмен ұстап, ат қойып, балама берген заттары абстракцияға айналып, сөз аяғынан шалынып, өзгеріске ұшырап, есінен танды. Сөз жер шайқалғандай шайқалып, ой тұрағынан адасып, сана сан-саққа жүгіріп, қазақ баласының ақыл есі қоса теңселді. Құдайдың қазақ баласына берген алғашқы ілімі Тәңір дінінің дүниетанымдық түсініктерінің ақ сарайының есігіне адам кіре алмастай болып қара құлып салынды да, қазаққа тиесілі діни сөздер қалтарыста қалды. Кешегі қазаққа тиесілі Тәңір дінінің ұлы түсініктері қадір қасиетінен айырылып, язычество атанып, өмір фани боп құнсызданып, өлім бақи боп қадірі асып, асығы алшасынан түсіп шыға келді. Жаңа діни түсінік, жаңаша келген діни тұжырым, қазақтың көптеген сөздерін іске алғысыз етіп, салын суға салып, құрдымға жіберді. Тарихшы ғалымдар келді. Содан соң менің далама қазақтың көне сөзі тұрмақ, күнделікті пайдаланып жүрген сөзінен мүлдем бейхабар, қазақтың тарихы мен сөзінде еншісі бардай өңмеңдей басып, жат жұрттық тарихшы ғалымдар келіп, қазақты казах, сақты сах, құнды хун, ісқыпты скиф, қанды хан, тәңірді тенгер деп, сөздің ит рәсуасын шығарып, өзгелер түгілі өзіміз де танымастай етіп, барымызды қан талапай жасап, сөзді шашты да кетті. Алтыннан киім киген қазақтың керемет сөздері бүк түсіп бүгіліп, көненің көзі атанып, алтынның сыртын қақ басып, тарих қойнауына кетті. Одан кейін тағы да қилы қоғамдар мен саяси ағымдар келіп, мыңдаған сөздер белінен басылып, бөркі тесіліп, кемешегі жыртылып, жапан түзде қалды. Филология келді. Содан соң біздің сайын даламызға маң-маң басып, жаңа дәуірдің жаңа ғылымы филология келді. Филологтар жаңаша келді. Көнеден қалған сөзді, пайдамызға жаратып жүрген сөзді, көзіне ілмей жамбасынан мыти келді. Сөз балдызға, филология жездеге айналып, білмеймін қандай қылыс болғанын, шыр-шыр етіп шырылдап, тюркские слова деген сәби өмірге келіп, бесік жыры айтылып, бесікке бөленді. Қазақ сөзі, тюрк сөзі бөленген бесіктің шүмегіне де жарамай қалды. Тюрк сөзі деген терминді ойлап тапқандар орыс тілді ағайындар еді. Олар қазақ сөздері мен тюрк сөздерінің арасын ажыратып, Қытай қамалындай болып 9 дыбыстың тұрғанын білді. Әрі ол дыбыстарды кез келген халықтың айта алмайтынын, әрі сол дыбыстарды өздері де жөнімен шығара алмайтынын жақсы білді. Білсе де, тюрк тілдеспіз деген бесік жырын жалғай берді. Қазақ, сенгіш халық, сене салды. Тюрк тілдес халықпыз деді де, қазақ сөздерінің түп тамырын тюрк сөздерінен іздей
бастады. Сөзден пәтуа кетті, ғалым аңшыға, сөз қоянға айналды. Қазақ сөздігінің ну орманы қанға боялып, аңшы ғалымдар қазақ сөздерін атып алып, мүшелеп бұзып, олжа сұрағандарға үлестіргендігі сондай, қазақ сөздері құнсызданып, тістегеннің аузында көк аттының тақымында кетті. Онымен қоймай соңғы жылдары көгілдір экранда қазақ сөзіне инквизация келді. Азаматтар сөзді соттауға көшті. Қазақтың басынан өткен нәубатты айнымастай етіп қайталап, талай сөз сотталып, талай сөзді атып жіберді. Атылып кеткен қазақтың ұлы сөзі, құдіретті сөзі әруақ. Есіңде болар. Сонау бір жылдары қазақ телевидениесында тіл жайлы хабар жүргізген исламшыл қазақтың аруақ сөзін қақ жүректен атып жіберіп, мусорға тастай салғаны. Аруақ соғып, жеті атасымен қоса қара жерге кіріп жоғалып кеткір, тура 36 жылдағыдай аруақ сөзін атты да жіберді. О, Құдайым-ай десеңші, әлемде өзінің құдіретті сөзін өзі, өзінің ұлы оқулығын өзі, өзінің ұлы ұстазын өзі соттаған бір халық бар. Ол қазақ. Ақиқат кітабы, Тоқтар Бейсенбинов, 35-36 беттердің аралығы.